Ашығуда шипа бар. Бала ауырған кезде тамаққа тәбеті тартпайтынын аналар жақсы біледі. Ашығу кезінде адам ағзасы табиғи түрде өз-өзін емдей бастайды. Ашығу емделудің бір түрі және медицинада ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан тәсіл. Жасалған зерттеулер 3 күн ашығу ағзаның қорғану механизмін жаңартатынын көрсетті. Бұл тәсіл әсіресе қорғаныс механизмі зақым көрген, қатерлі ісікке ұшыраған ауруларға аса пайдалы болып отыр. 2016 жылы Нобель сыйлығы ашығу кезінде жасушалардың өз-өзін жаңартып, керексіз заттарды жоятын аутофагия деп аталатын қорғаныс механизмін жаңалайтынын ашқан жапондық ғалым Йосинори Осумиге берілді. Жасуша биологы Осуми жасушаның өз құрылымын қалай ыдырататынын түсіндіріп берді. Аутофагия деген тәсіл арқылы жасушалар өз ішіндегі артық заттардан арылып тазарады. Басқаша айтқанда, қоқыстарын шығарып тастайды. Бұдан кейін жасушалар қажетсіз заттарын аутофагосома деп аталатын ыдыс ішіне жинай бастайды. Жиналған заттар лизосома энзимдерімен бөлшектенеді. Осумидің бұл зерттеуінің арқасында аутофагияға жауапты гендердің бар екені анықталды. Аутофагия барлық тіршілік иесіне тән механизм. Аутофагия механизмі ашығу кезінде көбірек жұмыс істейді. Сырттан қоректік зат келмеген соң жасуша өз ішіндегі заттардан қуат өндіреді. Ол үшін алдымен қажетсіз заттар мен жат микроорганизмдерді қолданады. Ұзақ уақытқа созылған ашығу ағзадағы қант пен майларды қолдануға мәжбүрлейді. 3 күндік оразадан кейін ағзаның иммундық жүйесінде жаңа лейкоциттер пайда болады. Аштық ағзадағы діңгекті жасушалардың бір бөлігін іске қосып, иммунитет жүйесінің өз-өзін жаңартуын қамтамасыз етеді. Осы тақырыпқа байланысты жасалған тәжірибеде қатысушылар 6 ай бойы 2 және 4 күннен арасын үзбей ораза ұстайды. Нәтижесінде қартаюды және ісікті арттыратын заттардың азайғандығы белгілі болды. 72 сағаттық оразаның химиотерапияның зиянды әсерінде азайтатындығы байқалды. Ұзақ уақыт ашығу ағзаның өзін-өзі қорғау механизмін жаңартады. Алайда мұның мамандардың бақылаумен жасалуы керектігін ұмытпағанымыз абзал. Өйткені бұл созылмалы аурулармен ауыратын науқастар үшін қауіпті болуы мүмкін. Ораза Адам алейхиссалам пайғамбардан бастап барлық пайғамбарлардың шариғатында болған құлшылық. Мысалы, Иса алейхиссалам пайғамбардың үмметі жыл бойы ораза ұстаған. Дәуд алейхиссалам пайғамбар және оның қауымы күнара ораза ұстаған. Ал көркем дінімізде парыз болып бекітілген және нафіл оразалар арқылы мұсылмандардың әрі рухы, әрі тәні тазарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірі мен хадистерінде де денсаулықтың кілті былайша өрнектеледі. Ораза ұста, саулық тап. Аштықпен емделу. Ашығу арқылы емделу 1920 жылдардан бері қолданылып келеді. Бірақ бұған ораза емес, диета десек дұрыс болады. 36 сағат, 72 сағат немесе 10 күндік мерзімдермен жүзеге асады. Тамақ, ауа және дәрі-дәрмек арқылы денеге көп зиянды қалдықтар жиналғандықтан аталмыш диетаны жылына 2 рет ұстайтындар бар. Ұзақ уақыт ашығу нәтижесінде ағза жиналған глюкоза және майларды қолдануға мәжбүр болады. Сол кезде лейкоциттердің көп бөлігі жойылып, ағзада жаңа лейкоциттер пайда болады және де иммунитет толықтай жаңарады. Бүгіннен бастап ашығамын, ішкі құрылысымды жаңартамын дейтін болсаңыз, ораза ұстауға кеңес береміз. Әрі құлшылық, әрі ем болып есептелінеді. Ораза туралы кішігірім мәлімет айта кетсек, құлшылық ретінде ораза дінімізде парыз, уәжіп және сүннет болып бөлінеді. Оразаның бір жағы құлшылық болса, бір жағы ем. Рамазан оразасы. Оразалардың ішіндегі ең абзалы, орындалуы парыз болып табылады. 3 ай ораза. Рамазан айынан кейін сауабы ең мол ораза Реджеп және Шағбан айларында ұсталатын ораза. Бұл сүннет. Шәуәл оразасы. Рамазаннан кейінгі ай Шәуәл айы. Шәуәл айында 6 күн ораза ұстау мұстахаб амал. Айттан кейін арасын үзбей немесе ай ішінде бөліп ұстауға болады. Ашура оразасы. Мұхаррам айының 9-10 немесе 10-11 күндері ораза ұстау сүннет. Әр айдан 3 күн ораза ұстау. Ай күнтізбесі бойынша әр айдың 13, 14 және 15 ұсталған ораза мәндүп саналады. Бұл күндер айям әл-бейіз деп аталады. Дүйсенбі мен бейсенбі оразалары. Әр апта дүйсенбі мен бейсенбі күндер ораза ұстау сүннет болып есептеледі. Дәуд алейхиссалам оразасы. Күн ара ұсталатын ораза түрі. Зилхиджа оразасы. Зилхиджа айының алғашқы 9 күні ораза ұстау мұстахаб амал.
зилхиджа айының 10 күні құрбан айттың алғашқы күні болып есептелінеді.